Жалпы Алла Тағала сол жерде халақнакум азуажа дегенде мына өзі Құран адамзатқа түсірілген ғой. Осы аят сол адамзаттың өзін көздеп тұр. Сендерді жұп қылып жараттық. Жарату етті. Ер мен әйел, мысалы, адам баласы. Соларға жараттық деген сөзді қолданған кезде бір жалпы өзі Алла Тағаланың мына айтылған нығметтерінің күллісінің ішінде өзіне арналған нәрсе сол аятта тұрғанын көрсетеді. Яғни өзіме арнап жараттым. Өзімнің қызметіме, мені ұлықтауға дегендей арнап жараттым. Ал қалғандарына жаңағындай жасадық, тұрғыздық деген кезде бұл нәрселердің күллісі сендердің қызметтеріңе арналған нәрсе дегендей. Яғни жаңағындай қаншалаған нығметтер күллісі осы, тіпті сол жердің өзі, үстінен қарайтын болсаң бетіндегі адам көрінбейді ғой. Бірақ жерді сол бетінде көрінбейтін адам үшін сол жерді жасаған. Ол жердің сыртына жаңағындай мысалы айтайық түнді әкеп жабады, сосын күндізді әкеп бүркейді дегендей. Жеті қабат аспан деген нәрселер, күн, аспан денелерінің күллісінің барлығы осы жердің жағдайын жасап тұр ғой, жердің жағдайын қияметке дейін. Осының тыныштығын, осының ауа райын, осының ризығын дегендей нәрселер. Ал оның күллісі жаңағы көзге көрінбей тұрған адам баласы үшін. Енді сол адам баласы соншалықты осы Алласынан ажырап қалған кезде Алла Тағала қамқорлығымен оның есін жиайын деп осындай аяттармен қайтадан санасын жаңғыртып жатыр ғой. Енді қоса кетейін ерлапсызға Мұхитдин ұстаздың көтеріп жатқан мәселесіне. Мынау Құран кәрімде қарап отырсақ, халақнакум, біз сендерді жараттық деп адам баласын жаңағы жақсы айтты. Одан кейін бар басқаларды сендерге ыңғайлап жаратты деп жасадық деп жатыр ғой. Жаала. Қалай болса бізге түсінікті тілде. Яғни біреу үшін мен сен үшін жасадым дейміз ғой көбінесе. Сен үшін үй тұрғыздым, сен үшін мына көліктерді алдық, сен үшін жаала. Бірақ Құран кәрімде көп жерлерде сахара, бағындырдық дейді сендер үшін. Ләкум ма фис самауати вал жер мен көктерді. Қаддарна маназила, өлшеп қойдық айды сендер жаңағы адамдар үшін. Жаңағы одан кейін тағы да бір етістер көрсек, ол фасауайна, бір өлшемге салдық. Бұл етістіктердің барлығы халақамен салыстырған кезде адам баласын жарататтағы өлшеммен салыстырады, жасайды. Бар нәрселерден жасап жатыр деп те ойлауымызға болатын шығар. Жағала наумакум субата, немесе жағала лайла либаса. Біз жасадық, не? Түнді, немен? Аймен, күнмен, күндіз жасадық, түнмен жасадық. Бар жаратылысты айналдырып қою арқылы сендерге ыңғайлап жасап қойдық. Бәнайна, тұрғыздық. Яғни сонда бұл етістіктердің барлығы анау араб тіліндегі сайяра, өзгерту, адамның ыңғайына қарау. Еш уақыттарда бізге ауа райы, немесе күн, немесе ай, түн, немесе теңіздер еш уақытта зиян тигізбейді. Неге? Өйткені барлығы адамның, Алланың арнайы жаратқан, адамына ыңғайлап жаратқан. Өйткені жер мен көкті де Алла Тағала 6 күнде жаратқан кезде оның 4 күнін осы жер мен жердің бетіндегілерге арнауы. Былай қарайтын болсақ, енді соншама аспан әлемінде жер кішкентай бір тозаң секілді, бірақ соған 4 күнін беріп, қалғандарына 2 күн беруі де бір жаңағы жағаланың, жасадық дегеннің өзі, адамға арнап жасағандығын одан сайын түсіндіре бере ме деп ойлаймын. Иншалла. Мұхитдин ұстаз, қалай ойлайсыз? Енді Ерлан ұстаз екеумізден шамалды келгенше қосымша айта кетейін. Енді ол өздерің айтып отырсыңдар ғой. Енді жалына болсын, бірінші осы көпше түрде айту арқылы Алла Тағала өзінің нығметіне назар аудартып отыр да, яғни өзінің құдіретіне назар аудартып отыр біріншіден. Екіншіден жалына деу арқылы адамға келген уақытта халақна дейді да, басқа нәрсеге келген уақытта жалына. Неге? Өйткені осы жалынаның бәрін жасап болғаннан кейін Алла Тағала адамды жаратып отыр ғой. Бірінші бәрін дайындап болып та, егер бізді баяғыдағыдай анау
жердің бөлінбеген уақыты, әлі дайын болмаған вулкандар атылып отырған уақытта, динозаврлар уақыты болса, ол уақытта біз өмір сүрсек, енді оны біз динозаврлардың қолында кетіп қалып, әр нәрсеге жағында болмай қалады. жағында жем болатын еді. Ол бір жағынан сол бар. Ендеше осыдан екіншіден Бақара сүресін қарасаң, өзі қала раббука лил малаикати жаилун фил арди халифа. Сөзі басқа аятта халиқун десе, сол жерде жаилун деп айтады да, жасаймын деп айтады да. Ол жасау дегенде мынаған ишарат етеді. Орынбасар жасаймын. Яғни орынбасар жасаймын дегенде орынбасардың міндетін айтып тұр да. Яғни жер бетінде адам не істейді өзі? Алла тағаланың өкілі болғанда, яғни сол халифалық өкілі болған уақытта не істейді? Жасаушылық қызмет атқарады да. Біз кез келген нәрсені жасаймыз да. Кез келген нәрсені жасаймыз. Бірақ біз бір нәрсені жарата алмаймыз да. Мынау кеше советтің уақытында бір клетканы жаратам деп бір лабораторияда бір 30 жылдай әрекет еткендері бар да, бірақ ешқандай жоқтан бар қыла алмаған да. Міне ендеше осының бәрін жасадым деу арқылы Алла тағала бізге де сол халифалық міндеттің жасаушылық міндетке де бір жағынан ишарат етеді да. Былайша айтқанда, қазақша айтқанда, жалқау болма, өзіңнің сол қолынан келетін не нәрсе бар, соны жаса дейді да. Ғылым. Бұл жерде бұл тұста ғылымға, бұл тұста өнерге, мәдениетке, өркениетке ишарат етіп тұр да. Былай қарасаң, Алла тағала бір осындай бір өркениетті жасап қойды, осындай нәрсе жасап қойды да. Енді соның сенде бір ұқсасын жаса дейді да. Осылай. Аллах акбар. Разы болсын. Өткендегі әуелге түскен аяттарда жаңағы білім, оқу, үйренуді Алланың есімімен байланыстыру, автормен байланыстыру деген нәрселерді айтып едік қой. Сол секілді бүгінгі күні жердің бетінде адамзат, оның ішіне жаңағы әртүрлі саланың ғалымдары, мысалы ойшылдары, жаңағы жаңалық ашушылары, жаңа нәрсе шығарушыларының барлығында осы Алламен байланыстырылмағаннан кейін әртүрлі жаңа нәрселер жасап шығарылып жатады ғой өмірде. Мысалы Жапония андай нәрсе жасап шығарыпты, Америкада андай нәрсе жасалыпты, Кореяда мынау жасалыпты дегендей әртүрлі. Адамдар сол нәрселерге өте ерекше дәрежеде құлап таңғалып жатады. Мынау не деген нәрсе дегендей, мысалы таңғалып. Бірақ неге бұлай деген кезде Алла тағаласымен байланыстырылмағаннан кейін ол мектебінде бала күннен бастап оқып жүрген орнында ол тіпті өзіне таңғалудан қалған ғой адам. Адамның өзі қандай жаратылыс, мысалы жасадым деген кезде Алла тағала сол нәрсеге екпін бермекші да. Адам көзіңе қарашы, сен айнаға қарап көзіңе қарашы, кім қайталай алады оны? Кім жасай алады оны? Бір көзіңнің өзі. Анатомияңызды айтпай ақ қояйық. Жаңағы мысалы мен күнді жасадым деп тұр. Күнге қарап таңғалудан қалғанбыз біз. Неге? Оны Алламен байланыстырудан қалдық. Біз аспандағы бұлтқа қарап таңғалудан қалғанбыз. Бағанағыдай өзіңіз айтқандай түнді жаптым деген кезде түнгі уақыттың өзінің бір дизайны бар, сәні бар да. Жаңағы жатқан кезіңізде тыныштық орнап, әртүрлі жаңағы жәндіктердің дауыстары естіліп, Алла тағала бір әуен қосып береді өзінің табиғи. Анау аспандағы жасырын тұрған күндіз бойы құпияларын, сырларын ашып, жарықтар пайда болып, неше түрлі жұлдыздар шығып дегендей нәрселер мысалы. Жамылғының өзінде әдемі жамылғы жасайды да. Осы нәрселерге таңғалудан қалғанбыз. Содан кейін осы нәрсеге таңғалуға қалғаннан кейін жаңағы заңдылықтарына да біз дұрыс жұмыс істей алмай қалдық. Мысалы ұйқы деген ол заңдылық. Ол нәрсеге адам ол заңдылықты ұстану керек. Енді ол ұйқы дұрыс болу үшін жаңағындай оның түнде мысалы ұйықтау, тынығуымыз. Мысалы жамылғы қылдық деген қандай? Мысалы жаңағы құптанның кезінде егер аппақ шапақпен жағы толық жамылдық, сол жамылған сәтінде мен жеңілу керекпін ол заңдылыққа. Мен қоса енді сол жамылуға, міне Раббым кірдім, мен жамылдым деген заңдылығына қоса кіру керекпін. Пайғамбар салсам бұл құбылыспен осылай істеген. Құптаннан кейін болды. Сөзге келмейді. Алла жапты ма, жабылдым. Болды. Сол жерде оң жамбасына жатып, Раббым міне мен жантайдым, сенің атыңды атадым дегендей. Таңертең сосын жаңа тұрған кезде, ұйқыдан үзілген кезде, міне Раббым сен мені қайтадан тірілткенің үшін сені мақтап айтамын дегендей заңдылықпен бірге жұмыс жасап. Мысалы қарап тұрсаңыз, осы нәрселер бүгінгі күні адамдар мына Алланың жаратқан нәрселерін ойлап, Алламен байланыстырып, таң қалу деген нәрсені жан дүниесіне, санасында тірілтпей, мына дүниенің кез келген жасалып жатқан нәрселері жеңіп оны
адам сол нәрсенің алдында төмендеп, оны қымбат бағаға сатып, оны қымбат қылып алып, осылайша өзінің бағасын түсіріп жатқан заман ғой адамның бұл. Құран сондықтан адамға өзінің күллі жаратылған нәрселердің арасында бағасын көтеріп, өзінің орнына қойып беру үшін түскен ұлы кітапта. Оның ішінде бір ғажабы бар да. Ерекен өретеді. Түнде жамылып алдық дейді Алла тағала. Ибн Мүбәрактың бір соғыста айтқан сөзі бар, ел қорғап жүргенде. Осы ел қорғаудан артық абзал іс бар ма дейді. Сонда Ибн Мүбәрак айтады да, бұдан да артық іс бар. Ол не десе, үйінде жүрген уақытта түнде балаңның көрпесі ашылып қалса дейді. Сол көрпесін жапсаң, бұл ел қорғағаннан, жауға қарсы шапқаннан әлдеқайда артық сауапты іс деп айтқаны бар да. Сонда көрдің бе, ұрпақтың тәрбиелегеніне маңыз бөліп отыр да. Сондықтан ана не істейді, әке не істейді, түнде 4 ұйқысын 4 болып, баласының үсті ашылып қалса, көрпені барып жауып қояды. Ол көрпені жауып қойдың өзі медицинада өзінің орны бар ғой, жауып тұру керек, жауып қояды да. Енді Алла тағаланы қара да. Жер бетіндегі жыртқыш аңына дейін, адамдарға дейін, құлдардың, пенделерін түнде көрпемен Алла тағала жауып қойып отыр да. Бұл Алла тағаланың мейірімін көрсетті. Қалайша бір ана түнде ашылып қалған баласын жауып қойған секілді, Алла тағала да осылай бізді түнмен жауып қойып отыр да. Бірақ біз әлгі бұзық балдар секілді, көрпенің астында сот көрген секілді ұйықтамаймыз да. Содан барамыз да күндіз ауырып тұрамыз. Содан мен айтайын дегенім, Алланың мейірімін айтамын да. Тура ананың жауып отқан секілді, Алла тағала да осылай қалай күн батты солай жауып қойды. Міне негізінде Алла тағала бәрін күндіз таң қалу үшін, түнде дем алу үшін, түнде күндіз Құдай тағаланың құдіретін қарап таңырқа, әрқайсысына бір таңырқау үшін Құдай тағала бізді солай жаратып қойған. Сол ұйықтардың кезінде де біз жаңағыдай далада түнде жатқан уақытта аспан әлеміне қарап жұлдыз санап жататындығымыз да, жеті қарақшы бар, басқа бар. Сол жақта келесі аяттарда сол туралы айтып, түннің өзінде де Алла тағала бізге осыншалықты ғажайып нәрселерін беріп қойған. Бірақ біздің Алланың бізге бергені қандай? Бірақ Алла бізді өзіне шақырады. Бірақ ылғи да біз қайдағы бір жоқ проблемаларды тауып алып, өзіміз қаладан кептеліс жасап, өзіміз экологияны бұзып, сол экология бұзылып, ең соңында барып, бір мүгедек балдар туып жатса, соны Құдайдың өзінен көріп, неге бұлай Құдай зұлымдық жасады? Бір-бірімізбен соғысып жер бетінде, қан төгіп, бір-бірімізді өлтіріп жатсақ, екіншіміз ұзақтан тұрып, үшіншіміз неге бұлар өлтіреді? Құдай тағала бұған мейірімділік жасамайды дейміз де. Бұл біз не деген адамбыз дейміз. Не деген адамбыз. Сондықтан періштелер айтты да, жаңа жерде, Алла тағалам ойбай, оларды не үшін жаратасың оларды? Не үшін жаратасың? Олар қан төгеді ғой дейді. Сен осыншалықты олардың үстін жауып қоясың, бір мейіріммен, махаббатыңмен жауып қоясың. Сонда ләйлде отырған мейірім махаббат тұр ода. Махаббатыңмен жауып қоясың дейді. Бірақ олар түннің өзінде де жатпай бір-бірлерімен соғысып, бомбаласып, жаңағыдай бомба, атомный бомба, ана бомба жарып қарлап жатады дейді. Алла разы болсын. Міне сондықтан жаңа тыңдармандар тарапынан да мысалы жалпы кез келген адам келіп сұрайтын болса, ең ұйықтайтын уақытқа қайсысы бір ең дұрыс уақыт дейтін нәрсе болса, мысалы Құранда соған жауап беріп тұр ғой. Түнді мен жамылғы қылдым, қашан жабылады, сол кезде ұйықта. Өйткені адамзаттың ең қайырлысы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осыны осылай түсінген. Солай ұйықтайтын дегендей нәрселер. Сосын мысалы ол кісіге Алла тағала ерте ұйықтатады да ол кісіні. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: енді сен түннің азғантай бөлігін ғана ұйықтада, көп бөлігін тұр дейді. Осы жерде де біз ойлауымыз мүмкін, ол азғантай бөлігін ұйықтаса, көп бөлігін тұрса, ол күндіз қалай жұмыс жасайды деп. Сөйтсе Алла тағала біледі не айтып жатқанын. Елшісі де біледі Алланың даналығын. Тіпті жаңағы аятта түннің көп бөлігінен басқасын намазда тұрды, азғантай бөлігін ұйықтады. Немесе жартысын тұр дейді.
немесе 3-тен 1-ін тұр дейді, немесе 3-тен 2-сін тұр дейді. Сөйтіп Құранды оқы дейді. Құранды оқылғанда біз қазір сіздермен осы жерде мағынасын айтып түсініп жатқан осындай кең мағынада оқылған ғой ол пайғамбардың жүрегінде. Мынау аяттардың әрбір аят өз толқынымен ол кісінің санасын билеп отқан мысалы. Түнгі сағатта қанша сағат тұрып жібергенін де білмейді ол кісі намазда. Мынау аяттардың басын бастап оқып жатып неше сүре оқып қойғанды білмеуі мүмкін. Мысалы өзі ойлаңыз, ұзақ мағынасында айтып жатқан ғой. Сондықтан бүгінгі ғылым бірақ көз жеткізіп отыр екен. Егер де мысалы 10 мен 11-дің арасында ұйықтаса біреу, түнгі 10 мен сағат 11-дің арасында ұйықтаса, 1 сағат қой. Ол 5 сағаттық ұйқыны береді дейді. Қуатын. Ол болса Алла тағала біледі не айтып тұрғанын. Аз ұйықта дегендей. Сондықтан түн жапқан бетте, түнді біз жамылған бетте егер сол жерде дұрыс пайдалансақ, сол ең бір керемет уақыт екен еді. Ағзаның аз уақыты көп. Таң намазын оқи салып ереу. Одан кейін адам тіпті таң намазына дейін жаңағы сергек болып жүруі мүмкін. Мысалы қазір таң намазынан кейін 5 сағат таңғы 5 пен 6-ның арасында бір ұйықтаса, бір кішкене ұйықтап алайыншы деп 1 сағат ұйықтаса, 1-ақ минут ұйықтаған не болады деген ғой. Ғылым бүгінге жетіп отқаны. Адам біртүрлі жаңағы маужырап, есіне келе алмай дегендей. Сондықтан Алла тағала бір аяттың өзінде қаншалаған жаңағы құпияларын білдіртпекші ол біздер. Сол енді 6 сағат, 8 сағат сол уақыт ұйықтап аласың, сонда 8 сағат болсаң, түнде 7 сағат болса, 4-те тұрасың да мысалға да. 4-те тұрған, қазақ айтады ғой, ерте тұрған еркектің жаңағы бір ырысақ деп, ол енді болды ұйықтап алдың енді. Біз 12-де 1-де жатамыз да, сосын тағажүдке тұру үшін не бір сағаттардың түр-түрін қойып қойып, қинап өзімізді тағажүдке тұрып, оны ұйқылай оқып, оның аяттан не оқығанымызды кейде білмей, сосын қайтадан бір есе жатып қалып, сөйтіп, оны таң намазын ұйықтап қаласың, басқа қаласың да, сөйтіп отырып, күнді жұртқа мен тағажүд оқып жүрген адаммын деп әңгіме айтамыз да, мысалға да қарап тұрсаң, тақуамыз деп. Ондай тақуалық айналып келгенде жаратылысты бұзу тақуалық да ол да. Ол алдымен дұрыс ұйықтап барып тұрған, сол татажафа аля жунубихим дейді ғой, сол жаңағы төсектен бөлініп, ол алдымен сол ұйқысын қандырып алып, түнде солай тұрып жасау болады. Құдай тағала бәрін жеңіл қылып жасап қойған да, бірақ біз бәрін ауыр қылып алғанбыз да. Түгел нәрсе. Өзімізге Құдай тағала бізге бақыт беріп қойған да, бірақ біз соның бәрінен алмаймыз, қашамыз да, сөйтіп басқа нәрсеге ұмытыламыз да. Өткен анау Түркияда анау зілзала болды ғой, сонда бір адам айтады дейді жаңағыдай. Кеше зілзаладан бір күн дейді, бір күн. Әйелім дастархан жайып дейді. Қойған дастархандағы ас мәзіріне қарадым дейді. 18 мәзір қойып дейді. Түр-түр 19 түрлі тамақ қойып қойған дейді. Ақшам тамағы ма сондай. Сонда балам келді де арасын қарап, менің жейтін тамағым жоғын ғой деп жемей кетті дейді. Ал енді содан кейін енді бір апта өтті дейді. Қазір шатырда жаурап отырмыз дейді. Сырттан келген әйтеуір Құдайдың берген сол бір ризығын бәріміз соны бөліп, қара нанды бөліп, соған риза болып отырмыз дейді. Кеше сол 19 тамақтың түріне риза болмаған балам бүгін енді сол не берсе де соған жеп отыр дейді. Міне адам деген негізі осылай. Яғни осынша дәрежеде ұзаққа да соғуымыз мүмкін да, нығметтің өзінде. Қадірін білмедің ба, Алла тағала бір күні қолыңнан алып қояды. Сондықтан жалпы адам баласының енді өмірінің күндізі де, түні де барлық ағзаларында да белгілі жаңағы тәртіп жүйесі бұзылмас үшін, керісінше жаңағы жан-жақты өзіне пайда келтіру үшін мына 3 заңдылық өте маңызды адамның өміріне. Адам бұл тәуелді осы нәрсеге, ұйқының дұрыс болуы. Аят сол мағынаны бізге білдіртіп жатыр. Ұйқы деген нәрсе кәдімгі әрекеттен үзіліп, дамыл табатын дәрежеде жүзеге асу керек. Сондай-ақ ол ұйқы түнгі уақыт. Түнгі уақытта Алла тағала мына жерде мысалы жамылғы киім деп айтқан болса, басқа бір жерлерде литаскуну фихи дегендей, ол түннің ішінде тынығуларың үшін, жай табуларың үшін деген. Яғни осы түн өзінің жаңағы жапқан кезінде адам сол кезде көніп, сол заңдылыққа жеңіліп көрпесін бүркену керек.
бұл уақытта телефон болсын, теледидар болсын, кітап деген нәрселер болсын, дос болмайды. Бұл өйткені ол жаңағы түнгі уақыттағы жамылды деген нәрсе осы заңдылықпен жегіліп ұйқыға кірісу. Ұйқы дұрыс болу керек. Ұйқының дұрыс болуы ол адамның жаңағы физиологиясына, бағанағыдай айтып жатқандай түнде өзінің қажетті нәрселері беріледі. Дәрумендері. Күндізде жаңағы жарықтан әртүрлі дәрумендер беріледі деген нәрсе. Бұл нәрселерді біз дұрыс істемейтін болсақ, біздің бағанағыдай физиологиямызда да, анатомиямызда да, жан дүниемізде де әртүрлі бір жаңағы шаршаулар пайда болып, біз жүйелеріміз бұзылып дегендей, Мұхиддин сөз айтқандай, сосын күндіз әрекетке шыққан кезде күндізімізде дұрыс болмай, тіршілігімізге де дұрыс беріле алмай, жұмысымызға дұрыс қарай алмай дегендей нәрселер. Сондықтан түннің істері түнде, күндіздің ісі күндіз дегендей нәрселер, осы заңдылықтар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмбетінде өте мұқият орындалған, иә. Аяқтаймыз ғой, ме? Күндіз түнде, ендеше түнде ұйқысы тыныш болғаның, күндіз күлкісі көп болады деген сөз. Оның өмірі бақытты, шат-шадманда болады деген сөз. Құдай тағала бәрімізге беріп қойған, Құранда аятты түсірді, және оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінде жасады, көрсетті, өзінің өмірімен көрсетті, және ұйықтаған уақытта пайғамбарымыздың сүннетімен ұйықтау керек. Құбыла қарап жату, жаңағыдай қол мынау жағына қойып жату деген сияқты, пайғамбар қалай ұйықтаған сияқты, құрсақта жатқан бала қандай, сол сияқты жату сияқты ұйықтау. Ұйықтау әдебінің өзінде де пайғамбарымыздың өзінің әдебі бар да. Сонда мынау асқазанды жинап жату, жаңағыдай асқазанға бір қысылу не алмай. Бұның барлығы пайғамбарымыздың ұйықтау әдебінің өзі бар да. Одан кейін жаңағыдай әмән расулуды оқу, аятты оқу жаңағыдай, оны немесе Құранды намазда да оқыса болады. Сосын пайғамбарымыздың дұғасы бар жатарда да. Мен өзімді Аллаға тәсілім еттім, Аллаға тапсырдым деп ұйықтау. Кәлимән шағадатты келтіріп айтып ұйықтау. Әмән расул оқып жатып ұйықтау. Сонда сенің ұйқың тыныш болады да. Әйтпесе тыныш ұйықтамайсың да, ертең сосын түсіме анау кірді, түсіме мынау кірді, жын кірді, мін кірді. Солай болды, басқа болды дейсің да. Пайғамбарымыз сүннетімен жатсаң, саған ешқандай пәле жоламайды. Неге? Өйткені пайғамбарымыз сүннетінде Алланың берген берекесі бар да. Машалла. Сол берекесімен өзінің қорғаны бар, сол қорғанымен сені жауып тұрады да. Саған жын да, пәле де, ешнәрсе де, апат та, басқа да жоламайды. Ондай Алла тағаланың заңдылығымен ұйықтап, сүннетімен ұйықтаған бір қоғамға да Құдай тағала апатты да, зілзаланы да бермейді. Өйткені бір хадис айтылады, хадистерде, егер адамдардың өзі жақсы болса еді, дейді, көркем мінездері дұрыс болса, Аллаға қарсы шықпаса, дұрыс түзік халық болса, дейді, Алла тағала жауының өзін оларға зиян болмасын деп түнде жаудыратын еді дейді. Ол енді келесі аятта келеді. Осы жерге жаңағы қорытынды ретінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті бойынша деп отыр. Жалпы өзі қазіргі біз оқып отқан нәрсеміз мысалы әл-китаб болса, кітап, Алланың кітабы. Алла тағала түсірді, қысқасы ықшамды, бірақ елшісі Алла тағаланың не түсіріп отқанын, әрбір аяттың ішінде қанша жүздеген құпиялар жатқанын, сырлар жатқанын жақсы білді. Сол нәрсе сол кісінің ісі арқылы, практикасы арқылы ашылды, ол нәрсе сүннет деп аталды. Бірақ Алла тағала Құранда әрдайым сүннетті айтқан кезде сүннет деп атамаған. Әл-китаба уәл хикма деп атайды әрдайым. Әл-китаба уәл хикма, кітапты және хикметті үйреткен дегендей. Сонда сүннеттің негізгі аты, Құрандағы аты хикмет. Ол не деген сөз дегенде, хикметте қателік жоқ. Ол ең дұрыс нәрсе. Мысалы қазір осы ұйқыға байланысты, түнге байланысты, адамның анатомиясына байланысты, бір психологиялық сұрақтарға байланысты батыстама, шығыстама бір мәселелер айтылса, кейін 1-2 жылдан кейін біз мына жерде кішкене ескермей қалыппыз, мынандай нәрсені тағы қостық, сөйтіп деп бәленбай жылдарда ең соңында жаңа хикметке жету мүмкін да. Соны Алла тағала адамзаттың уақыты босқа өтіп кетпесін деп пайғамбарымыз арқылы қияметтің соңына деп ашыла беретін жаңалық, бәрібір сол нәрсеге келіп тоқтайтын нәрселерді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істетіп, бізге өміріміз
көптеген пайдалы істермен шұғылданып, көптеген нәрселерді қайта зерттейтін халық болмасын деп осындай бір берекеге бөліп қойды да бізді. Құран мен сүннет дегенде мақсат осы да, біздің бақытты болып, уақытымыз босқа жаңағы зерттеп шаршамай, Алланың елшісі арқылы көрсетіп берген дайын нәрселер. Сондықтан да әрбір ашылып жатқан жаңалық ғұламалардың тарапынан жаңа дүнияви білімде ол Құран үшін жаңалық емес. Ол пайғамбарымыз үшін де жаңалық емес. Бізді еш нәрсемен таңғалдырмайды олар. Бізді Құран таңғалдырып біткен. Тек осы Құран мен пайғамбардың сүннетіндегі нәрселерді өмірімізге дұрыс қолданып, түннің өзімен дұрыс күміс жасап, күндіздің өзімен, ұйқының өзімен, білімнің өзімен дегендей бағанағындай нәрселер болса, сөйтіп тәнімізді ана жақта айтқандай Алланың жаратқан керемет киім кешегімен жамылған болсақ, сөйтіп жан дүниемізді тақуалық киіммен бағанағындай Мұхтин ұстаз айтқандай тақуалық киімін киген болсақ, иншалла, онда міне біздің ішімізде, сыртымызда осы Құран мен сүннетке сай болады деп иншалла Алладан тілейік. Иә, қазақта жаңағы түн жамылдым дейді ғой. Түн жамылып тұрып көп жалған айтпайды, уәде берсе де орындауға тырысады. Неге? Өйткені Алланың құдіреті тамаша көрініп тұрды. Алланың құдіретін солай көріп тұрып, мен қалай орындамайым деген секілді. Біздің бойымызға ата-бабамыздан келе жатқан қасиет, сипат десек те болады. Сол үшін бұлардың нығметін кейде ойлайтынбыз. Бұл аяттардың, осы жаратылысқа қатысты аяттардың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неге егжей-тегжейлі айтып тастамаған десем, жаңа өзіңіз айтқандай, уақыт өте зерттеліп таба береді, таңғала береді, сөйтіп Құраннан екендігін біледі дағы, міне мұғжиза, міне қандай керемет деп тамсана береді екен. Керемет, мынау қазақ айтады ғой, түн жамылып тұрмын ғой енді, өтірік айта алмаймын ғой дейді мысалға да. Сонда осы лебасты біліп тұр ғой біздің ата бабамыз да. Яғни бұл Құдайдың берген нығметімен жамылып тұрмын ғой дейді да. Осы лебасын арнайы ерекше бір жамылық екенін біліп тұр да. Енді сен мен оны өтірік айта алмаймын ғой дейді да. Өйткені күндіз маша ғой, жаңағындай нүшур абыр-сабыр болып жүресің. Ал түнде бір Аллаға жақындағанын білдіреді да. Бір хадисте де айтқандай, Алла Тағала түнде бұлдарым бар ма, сұрасын мен тілегін берейін дейді мысалға да. Ол да сонда. Енді осы менде бір пікір болып отыр осы. Енді мынау біз көрермендермен қарап айтамыз, бірақ көрермендерді көре алмай жүрміз да. Аз болып отыр ма? Олар біз көріп тұрған шығар. Тек мына кім ғана отыр? Жомарт ғана. Содан арасында бір айда ма, 2 айда ма, осы бізді көріп жүргендер, үйреніп жатқандар, Құранды үйреніп жатқандар. Біздің мақсатымыз негізі Құранға деген махаббат, Құран ғашықтарын дайындау ғой, жалпы мектебімізді. Құран ғашықтары мектебі де. Аллаға деген ғашықтық. Соның бір мүмкін болса бір осы Құранның қадірін білетін, тәпсірдің қадірін біліп жүрген Құран ғашықтарын бір жинасақ, 5-10 бола ма, 5-10 шақты бола ма, шай ішіп отырып па, солардан да бір арасынан сұрасақ деген менде бір соңғы кездерде бір ой болып жүр. Өйткені мен де қайта-қайта айтып жүрмін соңғы кезде мынау нелерді. Мынау тікелей интернеттен тікелей тыңдасам да, онлайн болса да, басқа болса да, ол тыңдалған уағыздар негізінде өлі уағыздар. Бұл ішінде қанға уағыздар тіпті. Өйткені ода санаға мәлімет беріледі да, бірақ жүрекке ислами нұр берілуі өте кемде. Өйткені ұстаз бен шәкірт болу үшін ол осылай қарама қарсы отыру керек. Жәбірейіл білесің ғой, Жәбірейіл келеді, пайғамбар Хазірет Жәбірейіл деп пайғамбарымыз келіп тізесіне тиіп отырып сұрайтын бар ғой. Міне осы отырыс осы алғаш кезде Жәбірейіл үйретті ғой, шәкірт болды ғой, ұстаз шәкірт болды да. Жаңа неде де сондай мынау Құранда Рамазан айында бір-бірлерін оқуы да сондай. Сол сияқты сондай бір кездесулер кейде бір арасында бір болып тұрса деген менде бір сондай бір пікір бар да. Енді оған қалай қарайсыңдар? Өздерің көрерсіңдер деген. Ол енді көрермендерден де сұрап көрейік. Олар не дейді, олардың пікірлері қандай? Мынау аяттарды түсіндіріп жатқан кезде жанымызда отырған кісілердің де қаншалықты түсініп, тіпті оны жаңағы мәлімет алмасып, кәдімгі университет болғаннан кейін бізде сабақ беріп жатқан кезде шәкірттер сұрақ сұрайды, немесе өзінің ойын білдіреді. Содан туындайды ғой, мынау Құранның осы аяты одан сайын ашыла түседі иншалла.
негізгі мақсаттарымызда. Олар не Сол түсінеді, ғой, соны да білеміз да. Енді ол анда сонда да пайда бір ма, кім біледі. Ондай адамдар қатысатындар бар ма оны білмеймін енді. Біз бірақ қатысатындар бар. Иншалла қатысады Мәке. Иншалла. Жөн бар ғой, жомарт сатса деп 5-6 табылып кішкене бір шай ішіп дегендей. Емін еркін айтсақ та бәрін. Негізі өйткені өмірдің ең қызығы осы ғой енді, оның қызықтарының бірі осы. Алланың кәламын тәпсір қылып, терең ойға, тәфәккүрге батып жатсаң одан артық не бар. Bir batağa jür. Siz batağa. Elhamdülillah Allah'ın ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve aleyhi. Rabbi şrah li sadri ve yessir li wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah Teala осы айтқандарымыздың, насихаттарымыздың, тәпсірлеріміздің алдымен өзімізге, нәпсімізге Алла Тағала пайдалы болуын нәсіп қылар. Алдымен өзіміздің осымен амал жасауымызды Алла Тағала біздерге нәсіп қылар. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.